Қарағанды облысының тұрғыны жұмыстарды нақты орындамай жалған шот фактураларды жазып беру бойынша қылмыстық әрекетке барған. Аталмыш факт бойынша Қазақстан Республикасы қаржылық мониторинг агенттігі аумақтық департаменті сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастады. Толығырақ тілші тарқатады. Қарағандыда бір топ адам 40 миллиард теңгенің жалған шот фактураларын жазып берген. Қылмыстық схема сатып алушы контрагенттермен үш жақты шарт жасасу арқылы микроқаржы ұйымдарда алынған жалған қарыздарды пайдалану арқылы жүзеге асқан. Контрагент бақылауындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестік емес, микроқаржы ұйымына қарызды өтеу түрінде төлем жүргізген. Бұл қылмыс жасаушы азаматтарға қарыз беру шарттары негізінде қолма-қол ақша алуға және оларды жеке тұлғаларға беру арқылы жалпы сомадан 2-6% дейін материалдық пайда алуға мүмкіндік берді. Мәселен, 2022 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін сатып алушы контрагенттері бар 9 компания бойынша жалпы айналым 40 миллиард теңгеден асты. Тергеу барысында жалған шот фактураларды жазып беруге байланысты қылмыстық әрекетті бұрын осыған ұқсас қылмыс үшін 3,5 жылға бас бостандығынан шектеу жазасы кесілген. Қарағанды облысының тұрғыны ұйымдастырғаны анықталды. Қазіргі таңда тергеу жалғасып жатыр.